Жамбыл облысы Сарысу ауданы Сарысу орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Қосыбаева Ақмарал Тұрысбекқызы. Менің өтетін тақырыбым 9 сынып алгебра арифметикалық прогрессияның алғашқы енші мүшесінің қосындысы. Оқу мақсатым арифметикалық прогрессияның енші мүшесінің алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларына сипаттамалық қасиеттерін білу және қолдану. Ал балалар, бүгінгі өтетін формуламыз, яғни бірінші тұрған формуланы біз өткен тақырыпта өткен болатынбыз. n тең a1 қосылғанды жақшаның ішіне n азайтылған 1 дегенді өткен тақырыпта өткен болатынбыз. Бүгін екінші және үшінші формулаларды өтеміз. Балалар S деп отырғанымыз өткенде мысалы біз 30-шы, 40-шы мүшелерін тапқан болатынбыз. Яғни соның мысалы 40-шы мүше дейтін болса, сол алғашқы 40 мүшесінің қосындысын табамыз бүгін. Яғни балалар бізде осы жерде тұрған екінші және үшінші формулалар өз ара тең. Байқап отқандарыңыздай n-нің орнына мына жердегі бірінші тұрған формуланы әкеп қоятын болсаңдар, балалар a1 мен a1 қосылып 2a1 шығады. Қосылған d жақшаның ішіне n-1. Бұл екеуі екінші және үшінші формула өз ара тең. n деп отқанымыз оның соңғы мүшесінің қосындысы. Бізде кейбірде соңғы мүше берілмегендіктен де соңғы мүше берілмесе үшінші формулаға салып есеп шығарамыз. Ал балалар, мынау біздің бір жыл бойы күнде 10 теңгеден жинап отырып, ақшамыздың қосып отырайық, яғни копилка жинайтын деп алайық. Қарап отсаңдар, балалар, қаңтардың 1 күні 10 теңге, 2 күні 20 теңге, дәл солай кете береді. Мысалда, қаңтардың 31 күні копилкамызға 310 теңге салу керек сияқты. Тағы да мысалы наурыздың 22-сі күні копилкамызға 810 теңге салу керек сияқты. Ары қарай шексіз бір жылдық ақша кете береді. Дәл осылай. Қарап отсаңдар, желтоқсанның 31 күні 3650 теңге салу керек болатын. Енді дәл осыны формула бойынша есептейтін болсақ, бұл жерде біздің a1-міз 10-ға тең, d-мыз 10-ға тең, яғни әрбір келесі күнге 10 теңгеден қосылып отыр. Ал бұл жердегі n деп отырғанымыз 365-ке тең. Яғни SN-нің формуласына салайық. Бұл жерде екі формуланы да екінші және үшінші формуламен тапсақ та болады. Яғни бұл жерде ең соңғы күні де белгілі, және де алғашқы күні де белгілі. Бізде бір жылда 365 күндікті істеген екен. Өйткені балалар қарап отсаңдар, бізде қаңтар айы 28 күнге толып тұр. Демек 365 күн бір жылдықта алған екен. Енді осыны ары қарай формулаға салып есептейік. Міне балалар қарағандай, a1 тең 10-ға тең, d тең 10-ға тең, n тең 365-ке тең. Яғни формула бойынша орындарына қоятын болсақ, бұл жерде SN-ді табу үшін 2-ні 10-ға көбейтеміз, 10-ды 364-ке көбейтеміз. Өйткені 365-тен 1-ді алсақ, 364, оны 10-ға көбейтіп, дәл формула бойынша жазған. Яғни біздің бір жыл бойы жинаған ақшамыз 667.950 теңгеден болады екен. Яғни қаңтар айының 1-нен бастап жылдың аяғына дейінгі жинаған ақшамыздың толық есебі осындай ақша шығады екен. Ал балалар, жаңа сендерге айттық қой, бұл a1-ге де, n-ге де салуға болады деп. Енді бұл жерде тұрған n арқылы шығарған, яғни ең бірінші күні мен ең соңғы күнін табу арқылы да шығарған. Бұл жерде де айтып отырғандай, тура жаңағы ақша шыққан, яғни 667.950 теңге. Яғни бұл жерде соңғы күн белгілі, бірінші күн белгілі, SN-нен. Яғни кейбір есептерде бірінші күн мен соңғы күн белгілі болатын болса, осы жерге салып шығарғанымыз өте ыңғайлы болады. Бұл есептің берілуіне байланысты. Ал
Балалар, келесі есебіміз 4-ке еселік болатын және 50 менен 150 арасында орналастырылған натурал сандардың қосындысын табыңдар дейді. Ал балалар, бұл жерде 4-ке дегеннен кейін 50 4-ке бөлінбейді, 52 4-ке бөлінеді. Яғни демек абырымыз 52. Ал ең соңғы айын мүшесі бұл жерде 154-ке бөлінбейді, 148 бөлінеді. Яғни айын тең 148-ге. Ал балалар, бұл жерде д дегеніміз 4-ке, өйткені әрбір еселік саны 4-ке деп тұр ғой. Яғни 52-ден кейін 56, 60, 64 деген сияқты ары қарай шексіз 148-ге дейін кете береді. Ал балалар, енді ары қарай осы формуламен табайық. Бұл жердегі n-іміз белгісіз, өйткені біздің қанша сан қосатынымыз белгісіз. Яғни бұны ең бірінші өткен сабақтағы формуланы пайдалану арқылы n-ді тауып аламыз. Яғни n-іміз біздің 148-ге тең ең соңғы мүшеміз, ал a1-іміз біздің 52-ге тең, n-1 жақшаның ішінде, яғни жақшаның сыртында көбейту 4, яғни біздің d-мыз 4-ке тең. Яғни бұл жерде біздің n-ді табамыз, яғни 148-ден 52-ні азайтамыз, олымыз 96, 96-ны біз 4-ке бөлеміз, яғни 24, 24-ке 1-ді қосамыз, бұл жерде бізде 25 екен. Яғни бүткіл натурал сандар 25 саны екен. Ал енді SN-нің формуласына табамыз, саламыз, яғни SN тең A1 қосылған айын 2 дәрежесі. S25 тең 52 қосылған 148 бөлінген 2 көбейту 25. Яғни бұл жерде 2500 шығады. Ал балалар, біздің келесі есебімді оқиын. Арифметикалық прогрессияның бірінші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 3-тен 5-ке, ал екінші және 4-ші мүшелерінің көбейтіндісі 72-ден 65-ке тең болса, алғашқы 17 мүшесінің қосындысын тап. Ал балалар, бүгінгі есепті шығару үшін бірінші SN-нің формуласы мен n-дің формуласы қарап отырсаңдар, бізге бірінші және 5-ші мүшесі 3-тен 5-ке тең дейді. Яғни бұл жерде 1 мен 5-тің ортасында бізде 3 деген сан бар. Яғни 1 мен 5-тің қосындысын 2-ге бөлетін болсақ, бұл жерде A3 шығады. Демек, A3 деп отырғанымыз 3-тен 5-ті 2-ге бөлеміз. Демек, ол дегеніміз 6-дан 5 шығады. Жаңа берілгендегіде A-ның 3 пен A4-тің көбейтіндісі 72-ден 65 тұғын. Енді A4-ті табу үшін шығындыны A3-ге бөлеміз. Яғни 72-ден 65 бөлінген 6-дан 5. Яғни бөлудің қасиеті бойынша оны көбейтуге айландырамыз. Екінші бөлшегіміз біздің кері айналып жазылады. Яғни қысқартатынын қысқартып көбейтеміз. Бұл жерде A4-іміз 12-ден 13 шықты. Ал балалар, енді d-ны табу үшін A4-тен A3-ті азайтамыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай 12-ден 13-ті азайтамыз, 6-дан 5-ті. Яғни ең кіші ортақ еселік береміз. Олымыз 12, яғни 14-тен 1. Яғни бұл жерде d-мыз табылды. Енді d табылғаннан кейін біз A1-ді тауып алайық. A1-ді табу үшін A3 азайтылған 2d дейді. Біздің A3-ымыз жаңа 6-дан 5 азайтылған d-ның мәнін жазайық. Ол дегеніміз 4-тен 1 көбейтілген 2, яғни 2 мен 4 екеуі қысқарып, ол 2-ден 1 болып жазылады. Ең кіші ортақ еселік 6 мен 2-ге береміз. Оған 6-дан көбейтіп азайтамыз. Яғни демек 3-тен 1 шығады екен. Яғни бізде A1 белгілі, d белгілі. Енді бізде SN-нің формуласына саламыз. SN деп отырғанымыз біздің 17 сан екен. Яғни A1-іміз жаңа айтылғандай 3-тен 1-ге, d-мыз 4-тен 1-ге тең болды. Яғни
қысқаратын мүшені қысқартып, қосатынын қосамыз. Яғни қарап отырғандай бұл жерде 3-тен 119 шықты. Балалар, келесі есеп қосылғышта арифметикалық прогрессияның мүшелері болатын А1 7 қосылған 13 тең X 280-ге тең дейді. Балалар, бұл жерде А1 дегеніміз 1-ге тең, Д деп отырғанымыз біздің екінші мүшеден бірінші мүшені азайтқан кезде ол 6-ға тең болады, ал n-іміз X, ал S-еніміз біздің полный қосындымыз 280-ге тең екен. Енді осы жерде 280-ді табуымыз керек. Яғни 280-ді табу үшін ең бірінші күнгі формуламен аламыз. Яғни осы жерде X-қа теңестіріп аламыз, яғни n дегенді тауып аламыз. Бұл жерде n дегеніміз қарап отқандай 6-дан X қосылған 5 екен. Енді біздің жаңа айтқандай бірінші күн менен ең соңғы күннің мүшесін қосып 2-ге бөліп n-ді табамыз. Яғни бұл жерде A1-іміз 1-ге тең, ал n-іміз ол әлі X 2-ге тең. Ал біздің жаңағы n деп біздің тауып алған санымыз бар ғой, соны n-нің орнына алып келіп қоямыз. Яғни бұл жерде 2-ге 6-ны көбейтеміз, яғни 12-ні 280-ге көбейтеміз. Сосын бұл жерде арифметикалық прогрессия шығып отыр. Байқаға дискриминанттық 8-ші сыныптағы өткен дискриминанттық формула шығып отыр. А1-сымыз, яғни тура соған саламыз. Салған кезде бізде X-іміз біздің біреуі 55-ке теңді шықты. Демек, X-ті тап деген біздің X-іміз 55. Бұл жерде бізде есепті оқитын болса, қараңыздар, арифметикалық прогрессияның алғашқы 20 мүшесінің қосындысы прогрессияның бірінші мүшесімен 19 рет алып тастағанда шығатын сан дейді. Яғни S20 азайтылған 19 A1-ге. Яғни бұл жерде S20-ның формуласын жазамыз. Яғни S20 азайтылған 19A. Бұл жерде S20-ның формуласын жазамыз. Ол дегеніміз 2 бөлшекпен 2A1 қосылған 19-ді. Бұл жерде 2 мен 20-ны қысқартамыз, яғни ол 10 болады. 10 мен жақшаның ішін ашамыз, яғни 20A1 қосылған 190-ды қосылған 19A1. Яғни азайтатынды азайтса, бұл жерде A1 қосылған 190-ды болады. Бұл дегеніміз 191-дің формуласы екен. Балалар, келесі есеп A1 тең 2-ге тең, AN тең 87-ге тең, SN тең 801-ге тең. Арифметикалық прогрессияның д-сын және n-ді табу керек. Ал балалар, біздің бұл өткен формуламызда салу арқылы n-ді тауып алайық. Яғни біздің бұл жердегі n-ді табу үшін біздің A1-іміз 2-ге тең арқылы өткендегі формуланы салып алайық. Яғни біздің бұл жерде n дегеніміз біздің белгісіз мүше болып тұр. Бұның бізде бірінші мүшесі жаңа айтылғандай белгілі, ол 2-ге тең. Ең соңғы n-іміз біздің 87-ге тең. Яғни 2 мен 87-ні қосамыз, одан кейін оны 2-ге бөлеміз. Біздің n-іміз белгісіз, ол n тең болып тұр, 800, ал біздің SN-нің қосындысы 801-ге тең. Енді осы арқылы қою арқылы n-ді тауып алайық. Бұл жерде n-іміз біздің көріп отқандарыңыздай қысқаратын сандар қысқарып, ең соңында 18-ге тең екен. Ал енді біз n-ді таптық, енді д-ны тауып алайық. Д-ны тауып алатындай біз жаңа ең алғашқы жер бар ғой, сол жерге барамыз. Яғни 18 n азайтылған 1
Жақшаның ішінде, жақшаның сыртында d тең 85 деген жер бар ғой. Осы жерге n-ді апарып қоямыз. N-іміз біздің 18-ге тең. 18-ден 17 бірді аламыз, ол 17 шығады. 17-ні 85-ге бөлеміз. Олымыз біздің 5-ке тең болады екен. Яғни А1-іміз біздің ең сұрап отырған санымыз табылды. Яғни n-іміз 18-ге тең, d-іміз 5-ге тең екен. Назарларыңызға рахмет.